Дүниетану сабағы. Сабағымыздың тақырыбы Қазақстанның әлемдік аренадағы рөлі. Сабағымыздың мақсаты Қазақстанның әлемдік аренадағы рөлі туралы білесің, еліміздің бейбітшілік символын құрастыруды үйренесің. Балалар, мынау Евразияның саяси картасына қарайықшы. Қазақстан Евразия құрлығындағы орнын қараңдар. Еліміз географиялық жағынан өте қолайлы жерде орналасқан. Қазақстан Евразия құрлығының ортасында орналасқанын көріп тұрмыз. Маңызды автомобиль жолдары мен темір жолдар, әуе желілері біздің еліміз арқылы өтеді. Кез келген мемлекеттің сыртқы жағдайы оның географиялық орнына байланысты қалыптасады. Әр мемлекет экономикалық жағдайына қарай көрші елдермен байланыстар орнатады. Қазақстанның сыртқы саясаттағы басымдығы. Мына суретке қараймыз балалар. Қазақстан Ресеймен тығыз экономикалық және мәдени байланыстар орнатқан. Екі елдің мемлекеттік шекарасы да тым ауқымды. 7,5 мың шақырымнан асады. 1991 жылы КСРО ыдырағаннан кейін тәуелсіз мемлекеттер достастығы құрылды. Қазақстанның оңтүстіктегі жақын көршілері Өзбекстан, Қырғызстан, Түркменстанмен, сондай-ақ ТМД-ның басқа да елдермен достық іскерлік қарым-қатынастары артып келеді. Қытай елінің Қазақстанмен арадағы сауда байланысы Ресейден кейінгі екінші орында. Қазақстан, ақш, Франция, Германия сияқты әлемдегі жетекші елдермен де жан-жақты байланыста. Балалар, Қазақстанның әлемдік аренадағы рөлі жылдан жылға артып келеді. Еліміз 70-ке жуық халықаралық ұйымның белсенді мүшесі. 1992 жылғы 2 наурыздан бастап Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымына қабылданған. Біріккен ұлттар ұйымының құрамында 193 ел бар. Еліміздің ядролық қарусыз өмірге деген ұмтылысын бүкіл әлем жоғары бағалады. 1991 жылы 29 тамызда Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев бейбітшілік 21 ғасыр манифесін жариялады. Осы манифесінде ядролық қарудан бас тартуға шақырды. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасы бойынша 29 тамыз халықаралық ядролық сынақтарға қарсы іс-қимыл күні деп жарияланды. Қазақстанда Экспо 2017 көрмесін өткізу еліміздің әлемдік аренадағы беделін арттырды. Көрменің болашақ энергиясы тақырыбы желдің, күннің, су мен ғарыштың қуатын пайдалану мәселесіне қатысты. Көрмеге әлемнің 100-ге тарта мемлекеті мен 10-нан аса халықаралық ұйымы қатысты. Балалар, енді тапсырма. Еліміздің бейбітшілік саясатын сипаттайтын символ құрастырыңдар. Мына жерде біз бейбітшілік әлемі, білімге қатысты, отбасына қатысты символдарды көріп отырмыз. Енді сендер дәптерлеріңе осындай еліміздің бейбітшілік саясатына байланысты символ құрастырып салыңдар. Жақсы балалар, өз көңіл күйлеріңді мына смайликтер арқылы белгілеңдер.